Ал Ақмола облысындағы 12-ші сынып оқушысы әлемнің 3 бірдей жоғарғы оқу орнына шақырту алды. Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алып жатқан Абылайхан Мұхамеджанов шетелдік университеттердегі сынақтардан сүрінбей өтіп, бәрінде де тегін грант иеленген. Көкшетау қаласындағы зерек оқушының стратосфераға жіберілетін құрылғысы республикалық халықаралық сайыстарда жоғары бағаланған. Осының арқасында Абылайхан еліміздегі жоғарғы оқу орындарына да жолдама алып отыр. Инженерия в университете, но я также хочу взять. Өзім инженерия мамандығын таңдадым. Десе де кәсіпкерлікпен де айналысқым келеді. Яғни жасаған жобаларымды өзім қаржыландырсам деймін. Сондықтан да университет таңдағанда осы екі бағытқа ерекше назар аудардым. Емтихан тапсырған кезде ең жоғарғы ұпай жинадым. Осының арқасында бірнеше университеттен шақырту келді. Ал менің таңдауым ақш-тың алдыңғы қатарлы білім ордасына түстім. Ал Абылайханның сыныптасы Радмир Хабибуллин Гонконгтың алдыңғы қатарлы білім орнына шақырту алған. Ол да инженер мамандығын таңдапты. Бала кезінен физика мен математика пәніне қызыққан дарынды жас болашақта Қазақстанға қайтып келіп, инженерия саласын әлеуетін арттыруға үлесін қоспақ.